Сәлеметсіздер ме? Бүгін қыркүйектің 15-і. Бүгінгі тақырыбымыз Керқұла атты Кендебай ертегісінің көркемдік ерекшелігі. Сабақтың мақсаты кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Бүгінгі негізгі тақырыптың көркемдік ерекшелігіне байланысты талдаулар жүргіземіз. Әдеби тілдің көркемдігін айқындайтын көріктеу құралдары болады. Көркем шығарманың көркемдігі мен тілінің әсерлілігі осы көріктеу құралдарының қолдануына байланысты. Әдебиетте мұндай көріктеу құралдарын троп дейді. Троп немесе құбылту сөздердің тура мағынасында емес, ауыспалы түрде қолдану тәсілі. Керқұла атты Кендебай ертегісінің тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарына талдау жасайық. Эпитет. Эпитет дегеніміз заттың немесе құбылыстың елестету үшін бейнелі бір түрде айтылуы. Мәселен, ертегіге назар аударайық. Алтын құйрықты, құйрық жүнді құлын. Қандай құлын? Алтын құйрықты. Бізге құйрығын елестету үшін бейнелі түрде алтынға балаптыр. Бүгін қара бие құлындайды. Алмас қылыш арыстанды екі бөліп, Кендебайды ар жағынан бір-ақ түсіреді. Қандай қылыш? Алмас қылыш, яғни өткір қылыш дегенді білдіртіп тұр. Теңеу. Екі затты не құбылысты салыстыра отырып, әдеби, көркем түрде айту. Мәселен, арыстандай көкжал бөрі, асқар таудай әкең, құстай ұшып, арыстанның апандай аузы, мойындары ырғайдай, сирақтары шейдей. Теңеудің негізгі жалғаулары дайдей, тайтей болып келеді көбінесе. Ал әсірелеу. Әсірелеу дегеніміз затты не құбылысты ерекше ұлғайтып айту. Мәселен, төбелері көкке жетті. Ай сайын емес, күн сайын өсіпті. Сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. Көзінің жасын көл қылып, айлық жерді алтақ аттайды. Яғни айлап жүретін жерге 6 қадаммен аттап жетті деген мағынаны білдіреді. Бізде келесі тұрақты сөз тіркестері. Ол дегеніміз екі немесе одан да көп сөздердің тіркесуінен жасалып, бір ұғымды білдіретін бейнелі сөздер тобы. Мәселен, аузымен қос тістеген ерен жүйрік. Ол шашасына шаң жұқтырмайтын жүйрік ат дегенді білдіреді. Көзді ашып жұмғанша, жылдам, тез деген мағынада, қас қарайған кезде, күн батып, кеш батқан мезгіл. Ал енді осы көркемдеуіш құралдарды біз анықтадық. Енді 16-шы тапсырмаға көңіл бөлейік оқулығымыздағы. Жазылым тапсырмасы. Керқұла атты Кендебай ертегісінде мына берілген үзінді жолдар құбылтудың қандай түрлеріне жататындығын анықтап жазамыз және өз түсінгенімізді айтамыз. Ері көкке жетіпті. Ай сайын емес, күн сайын өсіпті. Ары қарай талдау жұмыстарын жасап, оны түсіндіреміз. Сабақта сізге не маңызды болды? Қандай тапсырма қиындық келтірді? Және де біздің оқу мақсатымызға сәйкес оқылым тапсырмасы бізде Керқұла атты Кендебайды қазіргі кездегі балалар өмірімен салыстырамыз. Яғни қазіргі кезде балалар қандай және де
Керқұл атты Кендебайдың ерлігі қандай болды? Сол секілді, қазіргі заманның қандай батырларын білесіздер? Осындай сұрақтарға жауап ауызша түрде, яғни еркін түсіндірме мәтін дайындайсыздар. Жақсы, назарларыңызға рахмет.